Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыз дүниежүзі тарихы бөлімі Европа елдеріндегі тоталитарлық режимдер. Сабақтың тақырыбы Сталиннің тұсында КСРО қалай дамыды. Әзірлеуші Дүйсенбаева Салтанат, Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, нөмірі 44-ші орта мектеп тарих пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабақтың мақсаты Сталиннің басқару саясатын талдап, елдің даму барысын анықтаймыз. Бұл сабақта кеңес қоғамының әлеуметтік құрылымы 1937-38 жылдарда жаппай саяси қуғын-сүргін, 20 ғасырдың 30 жылдарының аяғындағы кеңес үкіметінің сыртқы саясат туралы білеміз. Бұл сабақтың екінші сабағы болғандықтан өткен материалдарды еске түсіреміз. Жылдармен жұмыс 1925 жылы индустрияландыру, 1928-29 жылдары ұжымдастыру, 1929 жылдары ГУЛАГ жүйесі, 1937-38 жылдары жаппай қуғын-сүргін. Осы жылдары қандай оқиғалар болғандығы жайында есімізге түсіреміз. Тоталитарлық жүйе мынандай элементтерді қамтиды. Бір партиялы жүйе, оппозицияның болуы, мемлекетті партия басқару, азаматтық бостандықты жою, авторитарлы ойлау тәсілі, ұлттық көшбасшыға табынушы. 30 жылдарда қалыптасқан әміршіл әкімші жүйе өзінің биокартияларылығымен басқа өркениетті елдердің басқару құрылымында ұқсас болуымен қатар өзіндік ерекшеліктерге де ие болды. Жаңа ақпарат әдісі бойынша тоталитарлық режим, тоталитарлық қоғамдағы мемлекеттік билік бір топтық, бір партияның қолында шоғырланған елде демократиялық бостандық пен саяси оппозицияның болуына тыйым салған режим. Мемлекет жеке адамның барлық істерін бақылауға алады. Репрессия, бүтіндей жою, басып жаншу мақсатында жүргізілетін жазалау шаралары. Тек бір партия билік жүргізілді, басқару қатаң түрде бір орталықтан жүргізілді, еркін пікір айтуға тыйым салды, ұлтты жойып жіберу саясаты жүргізілді, жаппай қуғын-сүргін ел өмірінің берекесін кетірді. Сталинизм жазалау шаралары. 30 жылдары КСРОда социалистік қатынастар орнығып болды. Мемлекеттік меншік нығайып, өндіріс құрал жабдықтарына қоғамдық меншік орнап, шаруалар жерден шеттетіліп жатты. 1936 жылы КСРО конституциясы қабылданды. Бұл конституция әміршіл әкімшіл жүйені нығайтты. Елде тоталитарлық жүйе, казармалық социализм орнады. Жеке адамның құқығы ескерілмеді. Қазақстанда жазалау шаралары басталды. Балама пікір айтқан адам халық жауы қатарына жатқызылды. Одақтың ішкі істер халық комиссариаты құрамында жазалау шараларын қолдану, жер аудару, еңбекпен түзету лагерлерінде қамту, ату жазасы, КСРОдан тыс жерлерге қудалау үшін ерекше комиссия құрылды. КСРОдағы тоталитарлық саяси режимнің белгілері кім жылдам әдісі бойынша сұрақтарға жауап береміз. Баршаға міндетті ресми идеологияның болуы, биліктің партиялық аппараттың қолына шоғырлануы, партия мен үкімет құрылымдарының нақты бірігуі, экономиканы ұлттандыру, саяси оппозиция мен еркін ойға тыйым салу, қоғам мен тұлғаны жалпы бақылау, физикалық және психологиялық террор жүйесі, көшбасшының жеке басына табыну. Бірінші тапсырма. Берілген термин сөздердің мағынасын анықтаңыз. Тоталитарлық жүйе, жеке басына табыну,
Репрессия. Дескрипторы тоталитарлық жүйе сөзінің мағынасын анықтаймыз. Жеке басқа табыну сөзінің мағынасын анықтаймыз. Репрессия термин сөзінің мағынасын анықтаймыз. Жауабы: тоталитарлық жүйе қоғам өмірінің барлық саласы мемлекеттің бақылауында болып, адам бостандықтары мен конституциялық құқықтары жойылған билік жүйесі. Жеке басқа табыну бір адамның көзі тірісінде тарихи дамудың барысында шешуші ықпал жасайтын роль дәріптеу, жеке адамның елді алқалы басқаруды ауыстырып, демократияны жойып, диктаторлық тәртіп орнауы. Репрессия бүтіндей жою, басып, жаншу мақсатында жүргізілетін жазалау шаралары. Жаппай қуғын-сүргін ел өмірінің берекесін кетірді. Кәсіпорындар мен колхоз басшыларын үнемі тұтқындай беру өндірістегі тәртіп пен жауапкершіліктің төмендеуіне алып келді. Әскери кадрларда үлкен жетіспеушіліктер туындады. Жаппай қуғын-сүргін нәтижесінде Сталин жеке билігінің режимі деп аталатын саяси жүйе орнықты. Елдің жоғарғы басшыларының басым бөлігі жойылды. Олардың орнына Сталинге толығымен берілген басшылардың жаңа буыны келді. Осылайша аса маңызды шешімдерді қабылдау түбегейлі БКП-ның бас хатшысы қолына өтті. Сонымен, оқушылар, біз бүгін Кеңес одағында шынайы демократиядан алшақ бұрын тұрған тоталитарлы әкімшіл жүйе халықты саяси биліктен шеттетіп, мемлекет пен қоғамдық өмірдің барлық салаларына толық үстемдік еткендігі туралы білдік. Социализм мен капитализм арасындағы экономикалық айырмашылықтарын анықтап, сонымен қоса тоталитарлық саяси режимнің белгілерімен таныстық. Назарларыңызға рахмет.